Тхапки газды жатады. Сол кезде Бихан газдың иісін сезіп Тхапкиді ұстап қалады. Тхапки бұны дұрыс түсінбейді. Ол Биханға айтады: "Сен маған жолаушы болма" дейді. Сосын Тхапки ашуланып кетіп қалады. Сол кезде Дуровтың апасы оларды қоспақшы болады. Сол кезде ол журналистерді шақырады да Бихан мен Тхапкидің өз еркімен үйленгенін айтқанын қалайды. Олар журналистерге сұхбат береді. Бір журналист келіп, олардың қолдарын қосып қояды. Бұны көрген Дуров өте ызалы болады. Тхапки көлікте сөмкесін ұмытып кеткен соң оны алып келуге келеді. Сосын ол алып жатқанда оның көлігі жүргізетінге байланып, ол көлік жүріп кетеді. Ал Тхапки болса көлік жүргізіп білмейтін. Сондықтан ол "көмектесіңдер" дейді. Дуров Тхапкидің қайда кеткенін білмейді. Тхапки деп шақырады. Тхапки "көмектесіңіздер" деген дауысы шығады. Сосын Дуров оны іздеуге жүгіреді. Тхапки "көмектесіңіздер" дейді. Сол кезде Тхапкидің көлігі соғылады ағашқа. Ал ол жаралы болады. Дуров жүгіріп келеді. Тхапки басын соғып алады. Дуров келгенде жанармай ағып жатқанын көреді көліктен. Сол кезде ол Тхапкиді көліктен тез шығарып алады да "Тхапки, көзіңді аш" дейді. Көлік жарылып кетеді. Тхапки жаралы болатын. Дуров "Тхапки, көзіңді аш, мен сені сүйем" дейді. "Мен үшін көзіңді ашшы, Тхапки" дейді. Осы уақытта Бихан келеді.